Петропавлдағы ана үйі қоғамдық қорында қазіргі кезде 9 бала мен 8 ана тұрып жатыр. Әрбіреуінің тағдыры әртүрлі болғанымен, мұңдары бір. Босанғасын барар жерлері, тұратын мекендері болмай, қордың қамқорлығына келген. Ана үйі ашылғаннан бері өңіріміздің әр ауданынан 14 қыз келіншек пана тауып, өмірлерін жаңадан бастапты. Мына өрімдей жас қыз бала кезден тауқымет тартып та ата-анасы құқығынан айырылып, балалар үйін паналаған. Кейін Астанаға оқуға түсіп, жігіттің алдауына оралып, енді міне Ратмир есімді ұлды дүниеге әкелді. Бірақ бұл жерде де көптің көмегі тиіп, қазір ана үйін жағалап келген. Про дом мамы я узнала от своих друзей. Маған достарым осы қоғамдық қор жайында айтқан болатын. Осында келуіме кеңес берді. Перзентханадан бірден осында келдім. Мұнда барлық жағдай жасалған. Ұлымның құжаттарында дұрыстап алдым. Енді оқуымды бітіріп, қолыма диплом алсам деймін. Вера секілді ана үйінің табалдырығын ашылғаннан бері 14 қыз келіншек аттапты. Олардың бастарына түскен жағдай түрлі болғанмен, алар көмектері бір. Баспана, тамақ тегін, тек осы үйдегі тазалықты сақтап, ас суларын өздері дайындайды. Сонымен қатар ана үйі қоғамдық қорының мамандары қолдарынан келгенше диплом алып беруге де жәрдемдеседі. Бір қызына Петропавловский педагогический колледжде оқып бітірді. Осында тұрып, баласын асырап, дипломын алып, бүгінгі күні ауылына барып, воспитатель болып интернатта жұмыс істеп жатыр. Екінші қызымыз колледж сфера обслуживания осы қалада, Петропавловск қаласында бітірді. Баласына біз көмектесіп қарайласып отырдық. Оқуын жалғастырып, қолына дипломын алсын деп. Сосын бітіргеннен кейін шешесімен татуласып еліне кетті. Қамқорда болған қыздармен бүгінгі күні біз байланысымызды жоғалтпаймыз. Хабарласып, сөйлесіп, жағдайларын біліп тұрамыз. Олар өздері звондап тұрады, біз де звондап тұрамыз деген сияқты. Аталмыш қоғамдық қор тек қайырымды жандардың демеушілігінің арқасында құрылыпты. Мұндай үйлер республикамызда 28, олардың барлығы жалпы саны 993 анаға пана болған. Енді біздің қоғамдық қор ана үйі бүгінгі күні біздің Қазақстанымыздың ірі деген бизнесмендерінің арқасында құрылып отыр. Сол кісілердің бөлген өздерінің қалтасынан жекеменшік бөлген ақшасының арқасында бүгінгі күні Қазақстан бойынша 28 үй, 17 Қазақстанның 17 қаласында 28 үй осындай ұсталынып отыр. Қостанай үйі мен біздің Петропавл қаласындағы қоғамдық қор, ана үйі қоғамдық қорын ұстап, көмек көрсетіп отырған Честно банктың правлениясының бас директоры. Жетімін жылатпай, жесірін қаңғыртпаған елімізде тірі жетімдердің саны артып барады. Солардың бәріне болмаса да біреуіне болсын ана махаббатын сыйлау үшін құрылған әлеуметтік жоба сәтті жұмыс істеуде. Тайыншадан келген Светлана да ұлымен бірге ана үйінде тұрып жатыр. Ата-анасы жоқ, өзі кемтар қыз қиындықтарға қарамай баланы дүниеге әкелуге бел буыпты. В роддоме меня, когда я родила ребеночка, меня в роддоме спросили. Мені перзентханадан шығарарда медбикелер қайда барасың деп сұрады. Мен құрбыма дедім, бірақ оның да өз проблемасы болып бара алмайтын болдым. Сонда дәрігерлер осы қор жайында айтты. Мен бірден келістім, өкінбеймін келгеніме. Біріне бірі сүйеу болған жас аналар өмірдің қиын кезеңін өткізіп, жарқын күннің туарына сенеді. Біреулері туыстармен татуласып жатса, енді бірі жігіттерімен жарасып отбасын құруда. Гүлнар Сайлауқызы, Анатолий Беланок, ақпарат.